Қазан айында осы қала аумағына келген басқа аумақтың кісісін ұстады. 6 пәтер ұрлығы ашылды. Соның артынан қазіргі уақытта оны енді тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Пәтер ұрлықтарын ашу пайызы былтырғыдан жоғары. Яғни бұл бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қылмыстың түрлеріне келетін болсақ, 2 мал ұрлығы тіркелді. Ол дейтін қаланың Деркул кентінде бағытында 2 ұрлық орын алды. Біреуі қазіргі уақытта ашылып сотқа жіберілген болатын. Онда біз қылмыскерлердің тобын ұстап, 4 азамат ұстадық. Осы Орал тұрғындарын жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында оларға қатысты тағы қосымша 3 мал ұрлығы анықталды. Ол Бәйтерек ауданының аумағында орын алған. Сол тергеп тексеру барысында 4 қылмыспен қазіргі уақытта сотқа жіберіліп, қылмыстық іс қазіргі уақытта сот органдарында қарастырылуда. Полиция басқармасының өндірісінде 4505 ұрлық фактілері өндірісте болды. Яғни былтырғы жылдардан ауысқан қылмыстар бар оның ішінде.